Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы, ветеринария ғылымдарының магистрі Жұбанышева Гүлдәурен Хаджибаевна. Бүгінгі біздің мал дәрігерлік хирургия пәнінен өтетін жалпы кіріспе. Бұл сабақтың негізгі мақсаты мал дәрігерлік хирургияның даму тарихын, операцияның жасалу техникасын және жүктелуін білетін боламыз. Жалпы бұл кіріспеде қарастыратын сұрақтар мал дәрігерлік хирургия туралы түсінік, даму тарихы, хирургиялық операцияның жүктелуі, операция техникасы. Бірінші сұрақ бойынша оперативті хирургия пәні мал дәрігерлерін дайындауға басты мәселелерді шешеді. Жалпы жануарларға хирургиялық операциялар жасау әдістерін үйретеді. Оперативті хирургия пәні жалпы және арнайы бөлімдерден құралады. Топографиялық анатомияны білу операцияны жасар алдында оның анатомиялық қажеттіліктерін ойластырып, топографиялық анатомияны айқындап, операцияны жасау немесе жасауға болмайтын кезеңдерін айқындауға мүмкіндік береді. Операция алаңында малдың топографиялық анатомиясын толық игеру, операция алаңында қандай мүшелер жақын орналасқанын және оларға қалай жетуге болатынын білуге мүмкіндік береді. Сол себептен топографиялық анатомия және оперативті хирургия екеуі біртұтас болып табылады. Жалпы бұл жерде көріп отырғандарыңыздай кеңес дәуірінде ветеринарлық хирургияның дамуына үлес қосқан ғалым профессорлар және отандық ветеринарлық хирургияда еңбек сіңірген ғалымдар, яғни профессорлардың және де осы хирургияның зерттеу жұмыстарын атқарып, үлес қосқан ғалымдардың аттары жазылған. Және де бұл хирургиялық операцияның негізгі жүктелуіне келетін болсақ, хирургиялық операция латын тілінде опера, әрекет, яғни жұмыс, еңбектегі мағынаны білдіреді. Малдың ағзаларға және ұлпаларға емдік немесе диагностикалық мақсаттармен қолданатын механикалық әсерлердің жиынтығы, кейбір операциялар шаруашылық қажеттілігіне сәйкес сау малға да жасалады. Малды, яғни пішу кезінде құйрықты кесу және косметикалық операциялар. Операцияны жасауға болады немесе жасауға болмайды деген көрсеткіштерді малдың клиникалық, кейде зертханалық, рентгенологиялық және зерттеулерге негізделіп жасалады. Операцияның көрсеткіштері абсолютті және салыстырмалы болады. Абсолютті көрсеткіштерге жататын операциялар қатерлі ісік, қанағыс, стимпания, пневмоторакс. Ал салыстырмалы көрсеткіштерге жататын операциялар қатерсіз ісік, қысылмаған жарық деп бөлінеді. Операция жасауға болмайтын көрсеткіштер, яғни қоңдылығы, жасына, дерті күшейген кезде, мал естен танғанда, буаз кезінде жасауға болмайды. Барлық операциялар негізгі екі топқа бөлінеді. Қанды, яғни ол терінің шырышты қабықтың, тамырдың бүтіндігінің бұзылуымен сипатталады, және қансыз бұл дененің сыртқы терінің бүтіндігі бұзылмайды. Қолдану мақсатына байланысты операциялар емдік, косметикалық және экономикалық, тәжірибелік деп бөлінеді. Емдік бұл яғни пластикалық және қалыпқа келтіретін операция түрлері, диагностикалық және де косметикалық түрлері жануарларды сәндеу үшін, яғни құлағын және құйрығын кесу мақсатында жасалады. Ал экономикалық бұл малдың өнімділігін арттыру мақсатында, яғни піштіру кезінде жасалатын операциялар. Тәжірибелік бұл физиологиялық операциялар, мысалы бір ағзаның қызметін зерттеу немесе операция әдісін үйренуге бағытталған түрі болып табылады. Қойылған жоспарға, жылдамдығына және сипатына қарай хирургиялық операция бөлінеді. Радикальды және паллиативтік. Біріншісі ауру себебін толық және жою, рецидивті алдын алу керек. Екіншісі малдың жағдайының нашарлығының радикальды оперативті ем жүргізуге болмайтын жағдайда жасалады. Мысалы, құрсақта су жиналғанда құрсақ
тиісу арқылы жасалғандағы ем. Жиі бұл операциялар ауру себебін жоймайды, сондықтан мәжбүрлі іс-шара болып табылады. Емдік операцияларда жылдам қауырттық дәрежесіне қарай шұғыл, жедел және жедел емес етіп ажыратамыз. Шұғыл операциялар малдың өміріне қатерлі жағдайлар туындағанда жасалатын операция түрлері, яғни қан кету, қысылған жарық, асфиксия, жіті тимпания кездерінде. Жедел операциялар жоғарыда аталған және жылдам дамитын ауруларда жасалатын операциялар, яғни қатерлі ісік. Жедел емес немесе жоспарлы операция бұл алдын ала жоспарланған, яғни малдың өнімділігіне және құндылығына әсер етпейтін операциялар, яғни піштіру, құлақ резекциясы. Операциялар үлкен және кіші 1 және 2 кезеңді болып бөлінеді. Кіші операцияларға тесу, инъекция, беткейлік абсцесстерді ашу болып табылады. Үлкен операцияларға құрсаққа және терең ұлпаларға жасалатын операциялар. Ал операцияның басталуы және аяқталуы бір мезгілде жасалады, 2 кезеңді 2 рет жасалады. Арасында біраз уақыт сақталады. Операцияның латын аттары операция жасалатын ағзалардың және қолданылатын оперативтік әдістердің қосылуынан қалыптасады. Яғни тілу, томия, кесіп алу, эктомия, сылып алу, экстрактомия, жартылай кесу, ресекция, шеткі мүшелерді толығымен кесіп алу, ампутация. Мысалы, руминотомия, мес қарынды тілу, уретростомия, жасанды несеп шығаратын тесік жасау. Егер инфекция түспеген ұлпа немесе ағзаларға операция жасалса, оны таза немесе асептикалық дейді. Басқа жағдайларда операциялар іріңді деп саналады. Пластикалық операциялар зақымдалған ұлпалардың немесе мүшелердің қызметін және пішінін қалпына келтіреді. Косметикалық операциялар қазіргі кезде кең орын алып келеді, яғни бұл операциялардың бір түрі иттердің құлағын тесу, құйрығын кесу, дененің әр аумағын әшекейлеп сымбаттау болып табылады. Операция техникасы. Яғни бұл жерде барлық хирургиялық операциялар 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, оперативтік жету. Патологиялық процесс дамыған ағзаға немесе мүшеге тілу арқылы жету. Бірінші суретте көріп отырғаныңыздай, құрсақ ішіндегі ағзаларға жету үшін құрсақты тілеміз. Содан кейін оперативті әдіс. Яғни бұл ауру ағзаның өзіне жетіп операция жасау. Бұл кезде зақымдалған мүшеге өте мұқият болып, оның бүтіндігін және тіршілік қызметін бұзбай сақтауға тырысу қажет. Бұл хирургияны физиологиялық ойлауға, ал операцияны анатомиялық жасауға міндеттендіреді. Келесі, үшінші, бұл операцияның қорытынды кезеңі. Яғни, көріп отырғандарыңыздай, операцияның жараны жабу, ол операцияның соңы болып табылады. Бұл тігін, байлам салу, дренаж енгізу. Яғни, көріп отырғандарыңыздай, үшінші суретте, яғни тігіс салынған, дренаж енгізілген. Операцияның сәтті аяқталуы малдың операция алаңындағы жағдайына, аурудың сипатына және зақымдалу дәрежесіне, операция әдісін дұрыс таңдағаннан және жасалу техникасын ғана емес, сонымен қатар асептика және жансыздандыруға, операция кейінгі ауру малдың күтіміне, операциядан кейінгі асқынуды алдын алуға да байланысты болып табылады. Операция сәтті аяқталды деп есептеледі, егер малдың шаруашылық құндылығы сақталса. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмысына, яғни бақылау сұрақтары берілген. Осы бақылау сұрақтарына жауап береміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.